Арманды ұрлату. Монти деген бала туралы хикая. Ол бала 16 жасқа келгенде кім болатыны туралы шығарма жазу керек болды. Монти арманын жазуға ұзақ ойланды. Қатты қиналды. Ол ранчоның қожайыны болсам деп армандайтын. Ол қандай ранчода тұрсам деп 10 парақты шимайлап тастады. Барлық сарайдың, қораның, жолдың суретін салып жоспарлады. Тіпті тұратын үйдің де сызбасын сызды. 80 000 фут квадратқа татитын зәулім ғимарат. Келесі күні Монти шығармасын мұғаліміне берді. 3 күннен кейін мұғалім қою қызылмен екілікті қон житып шығармасын қолына қайтарды. Сабақтан кейін қал деген жазу қалдырыпты. Арманы бар бала сабақ біткен соң мұғалімге келіп, не үшін екілік қойғанын сұрайды. Өйткені мұндай арман сен сияқты балада орындалмайды. Мұндай ранчо салу үшін саған өте көп ақша керек. Сенде ақша бар ма? Жоқ. Сен өте кедей тұрады емессің бе? Бұл арманды орындауға еш мүмкіндігің жоқ. Орындалмайтын арман. Мен саған былай дейін. Үйге бар да басқа шығарма жаз. Мынаған қарағанда әлде қайда өмірге жақын, тез орындалатын арманыңды суретте. Сонда саған басқа баға қоятын шығармын дейді мұғалім. Бала үйіне келеді де әкесінен ақыл сұрайды. Әкесі былай депті: "Қарғам-ау, мен бұл істе саған ақылшы емеспін. Меніңше ол тек сенің шешімің болуы керек. Ішкі түйсігім сол шешім сен үшін өте маңызды болатынын сезіп тұр" дейді. Монти әкесінің сөзін бір апта ойланып қорытып жүреді. Ақырында мұғалімге ескі шығармасын қайтарады. "Сіз екілікті өзіңізге қалдырсаңыз болады. Мен арманымды өзіме қалдырамын" дейді. Біраз уақыт өтеді. Монти баяғыда мектепті бітірген, ересек адам, өзін тыңдап отырған бір топ адамға басынан кешкен осы хикаяны айтып беріп тұрған. Сіздер аумағы 4000 фут квадраттан асатын менің жеке жайымда қонақта отырсыздар. Менің ранчом 200 акр жерді алып жатыр. Ал баяғы шығарманы каменнің жоғарғы жағына іліп қойдым дейді ол. Бұл хикаяның ең қызық жері, 3 жыл бұрын сол мұғалім осы ранчоға 30 оқушысын әкеліп, бір апта бойы менің ранчомды мекендеді. Кетерінде ол маған: "Білесің бе, Монти, саған енді айтсам болатын шығар деймін. Сенің мұғалімің болған кезде арман ұрлаушы болыппын. Сол кезде көп баланың арманын ұрлағаныма қатты өкінемін. Бірақ сен өз арманыңды қорғай алғаныңа қуаныштымын" деді. "Ешкімге арманыңды ұрлап алуға мүмкіндік берме. Кім не десе о десін, арманыңа қарай адымда, жүрегіңе сен."